мемлекет басшысы былай айтты. Мынау білім саласындағы басқарудағы теңсіздікті біз жоюымыз керек дейді. Соның салдарынан біз әрине де тиісті шешімді қабылдадық. Заңға өзгеріс енгізілді. 1 қаңтардан бастап ол іске асырылып жатыр. Мағынасы неде? Біріншіден, енді біз оның бәрін білеміз ғой. Мысалы бізде мектептер, балабақшалар, олар кімге бағынады? Олар аудан білім бөлімдеріне бағынады. Аудан білім бөлімдері олар облысқа емес, республикадағы министрлікке емес, олар тек қана өздерінің әкімдіктеріне ғана бағынады. Сол жергілікті бюджеттен ғана қаржы табады. Сондықтан міне осындай бір қиыншылықтар бар. Енді облыста білім басқармасы бар. Ол немен айналысады деген сұрақ бар. Ол білім басқармасы бізде колледждермен айналысады, арнайы мектептермен айналысады. Сол мәселесі. Сонда бізде облыстық білім, мен мысалы енді өзім аяғымыз аспаннан салбырап түскен жоқ қой. Мен өзім ауылдық жерде жұмыс істедім. Одан кейін ауылдан барып облыстық білім басқармасында 4 жылдай жұмыс істедім. Сонда өзіміздің өткен тәжірибеміз. Сонда облыстық білім басқармасының басшысы болып отырғанның өзінде, мынау аудандағы, мысалы менде 18 аудан қала болды, сол аудандағы нақты ауданның білім бөлімімен жұмыс істеу өте күрделі. Өйткені айтады, міне бізде әкім бар, біздің мысалы бюджетіміз басқа, сондықтан мынау жалпы мемлекеттік саясатты, біркелкі мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда да қиын. Соның салдарынан, мысалы бізде кітап жетпейді дейміз, 3 ауысымды мектеп дейміз. Оқу жылы аяқталғанда барады кейде ауылдар. Оқулықтар мәселесі. Жиналысқа да келмейді ғой. Барлық мәселе осы бір жүйеге байланысты, басқару жүйесіне. Сондықтан осы жүйені біз қазір өзгерттік. Бірінші этапы қазір осы 1 қаңтардан бастап білім бөлімдері енді білім басқармасына бағынышты. Ол біріншіден келесі жылғы 1 қаңтардан бастап бюджеттерде де аудандық деңгейден облыстық деңгейге беріледі. Сонда облыстық бюджеттен барлық осы мәселелерді қамтуға тиісті мүмкіндік туады деген.